Армысыздар оқу телеарнасының көрермендері. Біздің телеарна табиғаты шырайлы, қойнауы сырға толы, тарихы тереңге жайылған, ел мақтанарлық жеті кереметі орын алған Шыңғырлау ауданына барып, қауіпсіз мектеп жобасының жүзеге асырылуымен және мектептің бір күндік тынысымен танысып қайтқан болатын. Бала қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан шаралар облысымызда әлі де жалғасын таппақ. Тәрбие мен тәртіптің ұштасуы қауіпсіз қоғамды қалыптастырады. Шыңғырлау ауданы Батыс Қазақстан облысының солтүстік шығысында орналасқан. Оңтүстігінде Қаратөбе, батысында Сырым, Бөрлі ауданы, солтүстігінде Ресейдің Орынбор облысы, шығысында Ақтөбе облысы Қобда ауданымен шектеседі. Аудан орталығы Орал қаласынан 225 км қашықтықта жатыр. Бүгінде бала қауіпсіздігі мәселесінің маңызы зор. Әр ата-ана баласының қауіпсіз ортада өмір сүріп, дені сау, білім-білігі мол, саналы ұрпақ болғанын қалайды. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты халыққа жолдауында балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, бүкіл мектептер мен балабақшаларды бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етуді және басқа да дәйекті шараларды жүзеге асыруды тапсырамын деп атап өткен. Батыс Қазақстан облысының білім беру жүйесін цифрландырудың жол картасы бойынша 2019 жылы Шыңғырлау ауданының Шыңғырлау және Лұқпан Қылышев атындағы орта жалпы білім беретін мектептерінде қауіпсіз мектеп, смарт мектеп жобалары іске асырылғанды. Жоба шеңберімен білім ошақтарында бақылау және басқару жүйесі, е-асхана, е-кітапхана, ақпараттық киоск орнатылған. Автоматтандырылған жүйенің мектеп ұжымы, ата-ана, бала үшін пайдасы өте зор. Қауіпсіз мектеп жобасының мақсаты білім беру ұйымдарында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, білім алушылар арасындағы құқық бұзушылықтарды болдырмау, сабақ қалдыру мен кешігуді бақылау, ғимаратқа бөгде адамдардың кіруін болдырмау, баланың мектепке келуі және одан кету уақыты туралы ата-аналарды хабардар ету болып табылады. Шыңғырлау және Лұқпан Қылышев атындағы орта жалпы білім беретін мектептерінің кіреберісінде арнайы турникеттер орнатылған. Әрбір оқушы электрондық магниттік карта түрінде жеке рұқсат алады. Мектептердің кіреберісінде ақпараттық киоск қойылған. Ақпараттық киоск коммуникациялық ақпараттық модульдің рөлін атқарады. Келушілер мектеп, педагогикалық құрам, әкімшілік, оқушылар жетістіктері, мектеп жаңалықтар туралы мәліметтерді көре алады. Ал оқушылар мен мұғалімдер қоңырау, сабақ кестесін, мүмкін болатын іс-шараларды және басқа да ақпараттарды біле алады. Е-кітапхана модулі кітапхана қорын автоматтандыруға, есептерді қалыптастыруға, электронды база құруға, кітаптарды тез іздеп табуға, оқырманның электрондық картасын жүргізуге, жеке статистиканы шығаруға, кітапханадағы кітаптар бойынша берешек есебін жүргізуге, кітап беру процесін тездетуге мүмкіндік береді. Үзіліс кезінде қағаз формулярында барлығы 5-6 оқушыға қызмет көрсетілсе, автоматтандырылған жағдайда 50-60 оқырмандарға қызмет көрсетуге болады. Е-асхана модулі асханада электронды төлем жүргізуге, мәзірдегі позицияларды көрсетуге, оқушының ас үлесін жеке кабинет арқылы қарауға мүмкіндік береді. Оқушы картасы арқылы тамақтануын төлей алады. Ата-аналар ас мәзірі, баласының тамақтанғаны туралы ақпаратты хабарлама арқылы алып отырады. Ұрпақ саулығы ұлт келешегі. Балалар қауіпсіздігі әрқашанда басты назарда болсыншы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.